Барлықтарыңызға сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Камила. Бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз банкте жұмыс істеу харам ба, харам емес па. Яғни мен бұл тақырыпты көп қозғағанда енді іздеп көрдім, зерттеп көрдім, кітаптардан да оқып көрдім, және де интернеттен қарадым. Банкта жұмыс істеу харам ба, харам емес па деген тақырыпта. Бұл жерде тіпті пол жуушылардың өзі, сол банкте асханасында жұмыс істейтін кухрабочаясының өзі, охранниктің өзі күнәһар болып табылады екен негізі да. Өйткені ол сол процент беретін жерде жұмыс істеп, соларға көмектесіп отыр деген сияқты. Мен солай түсіндім, бірақ енді білмеймін, нақтылай сұрау керек негізі оны модалардан. Банкте жұмыс істеу харам ба, харам емес па. Мен мысалы банкке жұмысқа шақырып жатыр, хатшы іс жүргізуші ретінде. Мені ғана емес, тағы бір конкуренттерім бар. Еще ол жерге тест тапсырып өтеді екенсің. 2 апта стажировка дейді. Даже 2 апта да емес, 1 ай стажировка бесплатно. И плюс тест тапсырасың, тесттен өтпесең, екінші рет попыткасы 1 аптадан кейін екен. Сонымен өмір бақи жүресің да сол жерде жұмыс істемей 2-3 ай бойы. Қалайша мысалы өздері ойланбай ма екен? Мысалы бізден бәрімізде қазір кредит бар, ай сайын төлеп отырмыз да. Біз айттық жаңағы банк қызметкерлеріне, конкурент қыз екеуміз айттық, жұмысқа шақырды бізді. Сіздерге айттым қалай болған бәріне. Бірінші стажировкада өткен кезде бізге айтты, 3 күннен кейін барып тест тапсырасыңдар деп. Оказывается, ондай емес екен. Стажировка 1 ай, еще төленбейді ол. Өтесің ба, өтпейсің ба, тесттен өтпей қалуың да мүмкін. Сонымен прощай, бай-бай деп айтады. Мысалды, бір қарасаң, ол ислами тұрғыдан да банкте жұмыс істеу негізі харам болып табылады. Мысалы харам болып табылады ол. Іс жүргізуші, соларға сен процент беруге сен көмектесіп отырсың да, мысалы. Білмеймін енді, бірақ мен өзім солай ойлап отырмын да. Негізі мен ол жерге жұмысқа тұрғым кеп отырған жоқ. Басқа жұмыс құрып қалса да, ол жерде жұмыс істеудің мүлде қажеті жоқ сияқты, достар. Жалпы мұсылман адамдарына жұмыс істеу керек, әсіресе қыздарға, сол мұғалімдік, тағы не, салондарда жұмыс істеп, аспазшы болып, сондай жұмыстар негізі жарасады ғой қыз балаларға. Енді әркімнің қалауы әрқалай деген сияқты. Жалпы сіздерге өз ойымды айттым, айып етпеңіздер артық кетсем, бірақ банкте жұмыс істейтін кісілер болса, енді білмеймін, енді нәпақасын сол жерден тауып отырған кісілер болса, енді өздері жауап беріп жатар. Білмеймін, бірақ банкте қаншама адамдар, жас қыздар, жігіттер еңбек етіп жатыр, ақшаларын тауып жатыр, сол жақтан нан тауып отыр. Бірақ ол негізі біздің шариғатымызда бәрібірде ол дұрыс емес. Ол жерде жаңағы процент жүреді, бәрібірде пайызға ақша береді, кредит береді, несие береді, соған сен көмектесіп отырсың. Мысалы, сен сол жердің жүргізушісі болсаң да, сен соларға көмектесіп отырсың, яғни ол зиянды өзіңе күнә болып табылады. Сондықтан да басқа жерде жұмыс істеген дұрыс сияқты, меніңше. Еще ол жерге жұмысқа кірудің өзі бір қиямет екен. 1 апта емес, 1 ай стажировкада жүресің, 2 рет тест тапсырасың. Ол тесттен еще конкуренттерің бар, 3-4 конкурентің бар, бір өзің ғана емес. Мысалда, 1 ай қалайша сен ақшасыз, әке-шешеңнен қалай сен ақша сұрап жүресің, мысалда. Болмайды ол деген. Солай, достар, енді басқа жұмысты қарастырсам ба деп отырмын. Сіздерге бір қызықтың алдыңғы өткен оқиғамды айта кетсем, алдын собеседованиеге шақырды бір банкке. Жарайды, бара салайыншы дедім, айлығы да жақсы екен, көрейін, бара салайыншы дедім. Ондай бір жұмысқа кіргім де келген жоқ. Сөйтіп, отдел кадрын танимын, бұрын мен жұмыс істеген жерімде коллегам болған кісі, солар шақырды. Содан кейін барып бастыққа кіріп шық деді. Бастыққа ұнасаң аламыз деді. Сонымен бастықтарына кіріп шықтым. Бастық айтты, өзіміз хабарласамыз деп. Әртүрлі сұрақтар қойды.
содан кейін барып 3 күн өтті, бұлар хабарласпайды. Әшейін біле салайыншы дедім да, не болды екен деп отдел кадрынан сұрасам, бүйтіп айтады. Түрі онша емес екен, түрі урод екен деп айтыпты. Мен прикиньте достар, мен сөйтіп айтыпты. Түрі урод екен, бізге келмейді деп. Мен таң қалып қалдым достар. Өзінің алдында отырған секретар қызының өзі, мысалы ше, ренжімесін, бірақ түрі әдемі деп те айта алмаймын да. Әдемі деп те айта алмаймын. Мысалы, өйтіп біреуді кемсітуге болмайды ғой, түрі урод екен, түрі жаман екен, оны жұмысқа алмаймын деп. Түрім жаман болса да, түрім урод болса да, мен сол сферада жұмыс істегеніме 3 жыл болды, тәжірибем деген былайда асып жатыр да, мен мысалы да. Түрі әдемі қыздарды алды, мысалы үшін жарайды, енді әдемі қыздарды тапса, егер алды делік, мысалы, ол жұмыс істей алмайды ол. Мысалы, қанша үйреткенмен ол миына қонбайды, мысалы, жұмыс істей алмайды ол. Жалпы біздің қалада жұмыс табу өте қиын, кішкентай қалашық қой, сондықтан жұмыс өте аз. Конкурент деген мынадан асып жатыр, конкуренция деген ужас просто. Ой, танысың болмаса жұмысқа кіре алмайсың, в общем. Үш негативті айта бермейік, тек қана позитивті айтайықшы. Бүгін бір күшті бір жаңалық естідім, бір күлкілі. Британдық ер адам iPhone компаниясын сотқа беріп жатыр екен. Өйткені ол қанша жылдан бері жезөкшемен сөйлеседі екен да, жаңағы iPhone телефон арқылы iMessage деген бар ғой, хат алмасатын жер, сол жерде жезөкшемен сөйлеседі екен. Сол iMac деген компьютер бар, білесіздер ғой, iPhone-ның компаниясы шығаратын iMac деген компьютерге жаңағы Apple ID деген болады ғой, сол қосылады. Содан кейін барып жаңағы әйелі компьютерден көріп қояды. Жаңағы адам бірақ хатты алмасқаннан кейін сразу өшіріп тастайды екен. Бірақ әйелі сол каким-то образын компьютерден көріп қойған ғой, енді Apple ID мен бірге қалай айтсам болады сіздерге, телефон Apple ID деген болады ғой, сол компьютерге де қосылған. Сол жерде сақталып тұрады хаттың бәрі. Соны көріп қойған әйелі сөйтіп ажырасуға арыз беріпті әйелі. Ажырасып, олар сот процесінде ол ер адам 50 миллион евро жоғалтыпты. Енді сол 50 миллион евроны ол iPhone компаниясынан талап етіп отыр. Маған беріңдер, сендердің кесірінен мен әйелімнен айырылып қалдым, сендердің кесірінен ақшамнан айырылып қалдым деп отыр. Ол кісінің айтуы бойынша iPhone компаниясы өзінің клиенттерін ескертіп айту керек екен да. Осындай хат алмасқаннан кейін хаттың басқа құрылғыларды өшірілмей қалатыны туралы. Және де ол кісі оның айтуы бойынша бүкіл осындай жағдайға ұшыраған ер адамдар бірігіп iPhone компаниясын сотқа берейік, арыз жазайық деп шақыруда. Сіздер қалай ойлайсыздар? Өте қызық жағдай. Енді бұл жерде iPhone-ды кінәлаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Ер адамның өзі кінәлі, сондай зинақорлыққа мысалы барып отырғанда, мысалы дұрыс емес қой, зинақорлық Құдай сақтасын, астагфиралла, зинадан бәрімізді сақтасын. Солай достар. Достар, тіркеліп қойыңыздар, және де комментарий қалдыра кетіңіздер, лайк баса кетіңіздер, және де подписаться етуді ұмытпаңыздар, және де қазақ тілді контентті біркелікті қолдайық. Видеоны таратып жіберейік. Ары қарай жандандыру үшін видеоны таратып жіберейік, және комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Лайк және де смайликтер қалдырыңыз. Қандай настроениеде отырсыз, сол смайликті қалдырсаңыз болады.